Аға, сіз дұрыс айтасыз. Қысы ешкімді жібермейді. Мен сізге қазір басынан өткен оқиғаны айтайын, сіз халыққа жеткізіп беріңіз. Былтыр мен үйленбекші болдым. Ол үшін үйде ремонт істемекші болдым. Ішін сыртын жөндеу үшін. Көрші ауданда өзімен бұрын құрылыста бірге істейтін бір момын жігіт бар еді, соны алып келдім. Айттым, 500 мың теңге берем, тездетіп ремонт істеп бер деп. Оның адал жігіт екенін білетінмін. Күндіз-түні жанталасып жүріп ол істеп берді. Өзінің көп сөзі жоқ еді. Бәрін істеп берді. Енді бір-екі күнде бітірем, қайтам деген кезде әкем областной больницаға ауырып түсіп қалды. Мен сол күні, келесі күні жолдастарыммен қатты ішіп дем алдым. Мас болып үйге келдім ортасында. Ана жігітті оятып алдым, летний кухняда жатқан. Оятып алып, оғанда болмай отырып, зорлап бір стақан арақ ішкіздім. Сонда ішіп отырып, маған арам ой келді. Шайтан түрткен шығар. Әй, сен жұмыс дұрыс істемедің. Косяктарың көп. Короче, саған 500 мың жоқ, 50 мың аласың, и кетесің. Сонымен құтым ба? Егер де бір жерде дыбысын шығарсаң, содан мен сен жанын шығарам, кегенің деп кеудесінен екі рет ұрып жібердім. Ол жігіт бүктеліп қалды, жақсы деп. Сонда ақша алып келдім, келсем ол киім кешегін жинап тұр екен пакетімен. Қолына ұстаттым. Мә 50 теңге. Болды, көзін жоғалт деп. Жақсы деп ол кетіп бара жатып, есіктің қасына тоқтап, маған бұрылып қарады. Ана көз қарасты мен еш уақытта ұмытпаймын. Мен неше рет оны түсімде көрдім, сол көз қарасты. Ана көз қарастан мен айығып кеттім. Дыбыс шығара алмай қалдым. Үндемей отырып қалдым. Ол жігіт еш шауып кетіп қалды. Кетті. Сол жасаураған көз қарас әлі күнге дейін көз алдында. Содан кейін мен үйлендім. Үйленгеннен кейін ақша түсті. Жалпы мен келесі мастықтан айығып келесі күні ол жігіт кеткеннен кейін ақшасын қайтарып бермекші болғам. Мына тойдан түскен ақшадан. Бірақ бермедім. Сарандағым жібермеді. Басқа машина сатып алдым сол ақшаға, тойдан түскен. Содан кейін 3-4 күннен кейін әкем шақырды. Бардық. Келіншегім жетіп, келіншектің бетінен сүйіп келдім, қарағым, сен шыға тұр, бақытты болыңдар. Мен мына ауылмен сөйлесейін деді. Әке, тыңдап тұрмысыз деп едім. Әй, іштен шыққан шұбар жылан деді. Сен ана ақшаны бермепсің ана жігітке. Сен білесің болын жетім жігіт екен, жалғыз тұратын. Сол ауданда менің құрдасым тұрады, соның көршісі екен. Келесі күні үйіне барғанда жігіт қайтып келгенде, ана жігіт жылап отыр дейді. Жылап отырып айтып беріпті. Сенің ол ақша үшін жылап отырған жоқ. Сені кеудесінен ұрыпсың ғой, оны оңбаған деді маған. Мен ана жерде жүрегім сылқ етіп жерге түсіп кеткендей болды. Міңгірледім, мас болыппын деп. Әй, оңбаған, сен білесің бе? Аллах тағала жәбірленушінің көз жасын кешірмейтін. Ол өзің ойлашы, кетіп бара жатып жылады ғой, жылап кетті ғой. Жетім бала, жәбірленуші жігіт, қысы, ер азамат. Әй, сен өзін тозаққа лақтырдың ғой. Әй, оңбаған, қайтсең де тап. Мен ол ақшаны бердім оған. Бірақ ол есептеле ме жоқ па, мен білмеймін Алланың алдында. Сен қысын өзі қайтару керек. Тапты, қайтсең де өзін аман алып қал. Деп бұрылып кетті. Мен сүйретіліп әзер шықтым. Келдім, ақша жинадым, апарып бердім. Ана жігіт менен еш қорқпады. Бетіме тура қарады, көзіме тура қарады. Мен төмен қарадым. Ақшаны алмады. Бұрылып кетті. Мен кешір деп жүгіріп бардым. Алдына тұрып алдым. Ол кеудемнен итеріп жіберді. Бұлай тұр. Мен сені көргім келмейді. Мен сені бірақ кешірдім деді. Сол соңғы рет кеткен кездегі оның есіктің қасында тұрып, көз жасаурап маған қарағандағы көз қарасы әлі күнге дейін көз алдымнан кетпейді. Не болды дейсіздер ме? Әкем қайтыс болды. Одан кейін әйеліммен айырылыстым, екеуміздің мінезіміз жараспады. Одан кейін аварияға ұшырап, больницаға өзім түстім. Машинаны төгуде қалмады, сатып алған. Осылай, Қысақы деген осылай болады. Осыны жеткізіңіз, менің атымды атамай қойыңыз. Атайым десеңіз де сізге рұқсат. Бірақ халыққа айтыңыз, біреу болса біреуге пайдасы тиер деді. Мен әрине атын атағам жоқ, бірақ аманатын жеткіздім.